Қайырлы түн, қымбатты оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерді алдап қойдым, тағы да 9-да эфирге шығам деп шыға алмадым. Кешірім сұраймын. Содан енді қазір шығып отырмын. Көп уақытқа емес, өйткені 11-ден 25 минут кетіпті. Бағанағы тікелей эфирімді көріп алдыңыздар ма, қалай? Мына фильтр өте күшті екен, кірпікті ұзын қылып, бетінің барлығын бояп қояды екен, өте жақсы екен. Осындай фильтрларды ойлап тауып жатқан адамдарға көп рахмет, иә. Сіздер білесіздер, мен күнделікті жаңағыдай кино көруге тырысам, бірақ жолдасым айтады, босқа уақытыңды кетіресің деп. Бірақ босқа уақытым кетіп жатқан жоқ сияқты, өйткені ең алғаш өз-өзіңді тану, жалпы өз-өзіңді дамыту жолына түскен кезде маған осы фильмдер өте қатты көмектескен. Өзімнің өмірдегі кездескен түрлі ситуациялық жағдайлардың да жауабын және өзімнің сұрақтарыма деген жауапты мен көбінесе фильмдерден тапқам, сондықтан да сондай бір мағыналы фильмдер көруге әрқашанда құштармын. Бұрын достарымнан алып көретін едім, қазір енді өзім интернетті шарлап көретін болдым. Сол бүгін бір кино көрдім, қазір ғана көріп біттім. Соны сіздермен бөліскім келді. Сондай бір күшті эмоция, күшті вибрация болып тұрды. Сол ертең айтсам, уже оның қызуы кетіп қалады. Сондықтан да кіріп отырмын. Прорыв деп аталады кино. Енді бұл христиандық фильм. 2019 жылы түсірілген былтыр, иә. Басында бір сюжет сондай маған аса ұнамады. Сондай бір қалай айтсам екен, шұбалаңқы, созылыңқы, сондай бір ешқандай актерлардың ойнағаны, сондай бір шынайы емес сияқты болып көрінді да. Мен ойладым, бұл киноны адамдар мақтаған кезде неге сүйенді екен, қай жерінде қазір сол серпін, я серпіліс, прорыв болады екен деп. Сол фильмге байланысты айта кетейін деген, мен сіздерге ылғи да айтам, қабылдау мен мойынсыну деген дүниені, иә. Өзіміздің басымызда түрлі қиындықтар болған кезде, не болмаса өзіміздің бір арман мұратымызға, мақсатымызға жете алмай жатқан кезде, оны өзіңнен босату керектігі, және сол нәрсе менде болса да болмаса да мен ризамын осы күніме, және Алла тағалам сенің қалауыңмен болсын. Сен егер шынымен ақ, егер бұл нәрсе маған қайырлы болмаса, онда менің жолымнан, жүрегімнен алып таста. Мен сенің бұйрығыңа мойынсынамын, иә. Қалай қиын болмасын, мен соны қабылдаймын деген дүниені мен көптен бері өзімнің оқырмандарыма айтып келе жатырмын, иә. Менің рухани практика байлықтың бастауы деген жаңағыдай семинарым, онлайным және жалпы рухани практика, Жанар Байсеміздің рухани практикасы, осының барлығы. Қазір кешіріңіздерші, одаренный деген фильмді жазып алайын. Мүмкін көрген шығармын, мүмкін атауын ұмытып қалған шығармын, сонда да жазып алайын, жаңа маған айтып жатыр екенсіздер. Сол менің кітабым, сол менің лекцияларым барлығы негізінен осы ұғымға, осы позицияға сүйенілгенде, өйткені мен өзімнің өмірім арқылы жалпы қабылдау мен мойынсынуға жеткен кезде, шын жүрегімізбен қабылдап, Аллаға тәуекел етіп, сол нәрсені қатты қалап тұрсақ та, қатты сондай ішіміздің барлығы бүріліп, сол нәрсе менде болса екен деп тұрсақ та, сол нәрсе болмаса да мен саған ризамын деп жіберген кезде, ол техниканы енді мен үнемі сабақтарымда айтамын сіздерге. Сол кезде біздің жүрегімізден бір зіл кетеді. Алланың қалауына берген кезде, Аллаға тапсырған кезде, ол өзінен өзі жүзеге асады. Не болмаса сенің жүрегіңде сол нәрсеге байланысты бір тыныштық келеді да, ол болмаса да. Сол менің өзіме келген түсінікке жаңа кинода да көз жеткіздім. Фильмнің желісінде американдық отбасы Гватемаладан баланы асырап алады. Жаңағыда әке-шешесі бас тартқан баланы асырап алады. Сол бала ойнап жүріп, мұздың үстінде достарымен ойнап жүріп, жаңағыдай өзен ғой, сол өзеннің мұзы жарылып, судың астына түсіп кетеді. Судың астында шамамен 15-20 минуттай болады. Оны барлығы өлді деп есептейді. Жаңағыдай ешқандай пульс жоқ. Ауруханаға жаңа баланы іздеп жатқан кезде судың астынан құтқарушылар. Сосын енді ешқандай нәтиже жоқ. Болды, енді бала бітті, өлді деген нәрсеге иланып, жаңа құтқарушылар судан қайтадан шығайын деп жатқанда, сол бір құтқарушыға бір дауыс келеді. Вернись деген, мына жаққа орал деген.
мына жақтан ізде деген сияқты. Сосын ол бүйтіп жан жағына қарайды да, ана бастығым айтып жатыр ма деп түсінбейді да, сондай бір түсініксіз жағдай болады да, транс сияқты. Сосын ол сол жерге барып қайтадан іздей бастайды, баланы шығарып алады да. Енді сіздер білесіздер, қыстың күні адамның судың астында қалуы, бұл жалпы жаңағыдай суға батып кеткен адамдарды құтқару бұл оңай емес, және мүмкін 1000-нан біреу ғана аман қалады, мүмкін 100-ден біреу ғана аман қалады. Сөйтіп ауруханаға жеткізеді, дәрігерлер оның өмірі үшін арпалысады, пульс жоқ ешқандай. Сосын жаңа констатация смерти дейді ғой, сондай өлді деген уәж шығарады. Сол кезде анасын шақырады, анасы сол жерде Алла, Құдайға сыйына бастайды. Құдайым, балама қайтадан өмір бер деп, жаңа асырап алған анасы. Сол кезде баланың пульсы пайда болады. Сөйтіп дәрігерлерді шақырады, барлығы таң қалады. Бұл өмірде болған оқиға, автобиографиялық фильм. Шынымен ақ өмірде осындай ғажайыптар болады, чудалар болады, сондай бір Алланың өзінің араласуымен. Әйтпесе қаншама адам өліп кетті, қаншама адам просто аяғы сынғаннан өліп кетеді. Сол кезде жаңа фильмнің соңында береді, сол кезде дәрігер сол баланы өлді деп уәж айтқан дәрігер, он умер, но мать помолилась, и он ожил деп жазған екен да. Ол өлді, бірақ анасы ол үшін дұға қылды, бала қайтадан тірілді деп. Сөйтіп оны басқа ауруханаға жібереді, елдің барлығы оны өледі деп ойлайды. Дәрігерлер де айтады, дайындалыңыздар, туған туыстарыңызды жинаңыздар, баламен қоштасыңыздар, бүгінгі түннен аман шықпайды деп. Сосын мамасы жаңағыдай өзінде, енді ойлаңыздаршы, анада қандай сезім, қандай эмоция болады, баланың өмірі үшін ешкімге ондай айтпаңдар деп елге де айғайлайды, ана жаққа да айғайлайды. Сөйтіп күйеуімен де ұрысады, күйеу айтады, сен неге адамдарға қатыгез болып жатсың, сен неге өзіңді бұлай ұстайсың деген кезде анасы айтады да, мен болмасам ол өлетін еді деп, жаңа дұға етті ғой. Сол кезде күйеу айтады, сен өзіңнің осы әрекетің үшін кейін өкініп жүрме деп. Сосын барып жаңағы әйел қант диабетімен ауырады, өзі өте толық сондай әйел қант диабетімен ауырады. Сосын ода да жаңағыдай қант көтеріліп кетеді да, жағдайы ушығып, сөйтіп дәрігерлер көмектеседі. Сосын жаңағы пастор дейді ғой, біздше имам, сол имам пастор келіп сөйлескен кезде жаңа әйел айтады, мен 18 жасымда бала босандым, өмірге бала келдім, бірақ та мен ол кезде дайын болмадым, мен ол баланы басқа адамдардың асырауына бердім дейді. Негізі Америкада, батыста бұл қалыпты жағдай. Егер қыз бала ерте тұрмысқа шықпай бала көтеріп қойса, сондай жағдайлар болса, олар біздегі сияқты баланы кез келген жерге тастап кетпейді. Олар алдын ала жаңағыдай әлеуметтік қызметкерлер деген болады. Мен енді осы тақырыпты өзім зерттеген, білесіздер, шетелде қазақ балаларында. Сөйтіп жаңағы балаға ата-ана іздей бастайды. Сөйтіп басқа ата-анаға бергем, және соны мен өзіме өмір бойы кешіре алмадым дейді жаңа әйел. Өмір бойы соны кешіре алмадым, әлі күнге дейін жүрегімде тұр. Сосын осы баланы асырап алдым, және мен үйде күйеуіме мен қалай айтам, солай істеу керек. Күйеуім, мен қалай айтам, солай істеу керек. Балам, мен қалай айтам, солай істеу керек. Тіпті біз асырап алған иттің де атын олар атауын, есімін басқаша қойғысы келді, бірақ мен өз дегенімде тұрдым. Мен өмір бойы айналамның барлығын бақылауда ұстаппын, бақылауымда болсын деп ойлаппын. Бірақ дәл қазіргі мына сәтті, қазір мен балам өлім үстінде жатыр, мен бұны бақылай алмайды екем дейді, бақылай алмайды екем. Мен сіздерге бүгін гордыня туралы айттым ғой, осы қазіргі тақырыбым бағанағы өткізген эфирімнің жалғасы іспеттес. Мен бұны бақылай алмайды екем деген кезде жаңағы пастор айтады, мүмкін сен бұны Құдайдың құзырына бересің дейді. Может, ты отдашь это воле Божией, мүмкін сен бұны Алла тағаланың, Құдайдың құзырына бересің, Құдайға тапсырасың мүмкін деп айтады. Сосын жаңа әйел, мен сыртқа шығып келейін деп сыртқа шығады. Дәрігерлер алдында айтқан, егер бала аман қалғанның өзінде, ол аппараттармен ғана жатыр да, аман қалғанның өзінде оның миына және ішкі органдарына өте қатты залал келген, ол жаңағыдай мүгедек, не болмаса енді тағы да басқа бір өте ауыр дертте болады, ол адам болуы мүмкін емес деген сияқты айтады да. Сондай жаңағыдай миына нұқсан келеді. Енді ойлаңыздаршы, өкпесі, ішкі органдары барлығы бірінен кейін бірі жаңағыдай өліп жатыр да, былайша айтқан кезде. Оянса да ол адам болуы мүмкін емес, адам болса да ол сондай бір жаңағыдай қалай айтсам екен, кәдімгі
растение деп айтады ғой орыстар, иә, вот сондай өсімдік сияқты болып қалады да. Сөйтіп жаңағы әйел анасы сыртқа шығады да жаратушы иеге жалбарынады, кәдімгідей шынайы көңілімен, вот осы қабылдау, мойынсыну. Ол айтады, құдайым, мені кешірші, мен білем сен менің ұлымды жақсы көресің, мен де оны жақсы көрем, бірақ сен менен де оны қатты жақсы көресің, және сен мені де жақсы көресің, мені кешірші, мен осы уақытқа дейін мен сондай тәкаппар әйел болыппын дейді да, мен гордливая была, менде столько гордыни было деп айтады да, мен барлығын бақылауда ұстауға тырысыппын, бірақ менің қолымнан келмейді екен бұл. Я құдайым, мен сондай тәкаппар әйел болыппын, мені кешірші, мен шын көңіліммен сенен кешірім сұраймын, мен білем сен мені жақсы көресің, сен мені кешіре аласың. Сосын ұлыма қатысты, күйеуіме қатысты, аты жөндерін айтады, және өзіме қатысты. Сенің қандай жоспарың бар, сен қалайсың соны, қалай болғанын қалайсың, біздің тағдырымызды солай болғыз, мен соған келістім дейді. Ұлымның қазіргі өміріне байланысты да сен қалай шешсең, мен сенің шешіміңмен келістім, мен саған иланам, мен саған мойынсынам, мен сені қабылдаймын дейді. Осы жағдайды қабылдаймын дейді. Балам тірі қалса да, тірі қалмаса да, мен саған ризамын, және мен осы нәрсені қабылдаймын, мен сенің қалауыңа мойынсынам, мен осыны қабылдаймын дейді. Енді сол кезде шынымен ақ көзден, енді әркімде әртүрлі шығар, мен өзім кішкене эмоциональныймын, киноны көрген кезде жылаймын, жылайтын кино болса, және өзімнің өмірімде де сол нәрсе көрініс алғанымен, жаңағы тұспа-тұс келген кезде мен кәдімгідей жүрегім босады да. Өйткені мен кейде осылай күнделікті эфирге шығып сіздерге бір нәрсе айтқан кезде кейде ойлаймын да, осы менің қаншалықты хақым бар, осы мен не айтып жүрмін, осы нәрсе шынымен ақ сол рас па, жоқ әлде бұл менің өзімнің ойлап тауып алған дүнием ба. Жаңағыдай мен соншалықты адамдарға бір нәрсе айтатын, мынандай болыңдар, не болмаса бұнан былай істеңіздер, мына практика көмектеседі деп айтатындай кіммін деген сондай арпалыс сезімдер, эмоциялар болады да. Мен осы фильмнен кейін шынымен ақ көз жеткіздім, егер біз Алланың қалауына тапсырсақ, ол өте шебер суретші, және ол өте үлкен құдірет күшті иесі, ол барлығын өзі жасайды, бірақ біз сенбейміз да. Сосын соны айтқан кезде жаңа далада сондай режиссерлік жұмыс, енді бір сыбдыр еткен сияқты дыбыстар шығады. Сосын барып жаңа әйел қайтадан клиникаға кіреді, врачтар айтады, жағдайы қатты ушығып кетті, біз оған көп бір дәрілердің атын айтады, соны салып жатырмыз, бірақ та бұл дәріні нормадан асып салып жібердік. Енді ол көзін ашса да оның бүкіл органдары жұмыс істемейді. Ол қандай овощ сияқты болып қалады дейді. Ол сондай өмір бойы мүгедек болып қалуы мүмкін. Біз ештеңе істей алмаймыз деген кезде анасы айтады, бүгіннен бастап бүкіл сіздер оған салып жатқан препараттың барлығын алыңыздар дейді. Бүкіл жаңағы өкпесін демалдырып жатқан барлығын алыңыздар, және баламды оятыңыздар дейді. Өйткені жаңа балаға дәрілердің бәрін салып жатыр ғой, енді оның өмірін алып қалу үшін, бірақ та ол дәрілер ол баланың өмірін кішкене де болса сақтап тұрғанмен басқа органдарының жұмысын быт-шытын шығарып жатыр да, былайша айтқанда. Бала әлі көзін ашпаған, ешқандай тілге келмеген комада. Сөйтіп жаңа дәрігер келсет, сосын ертесіне сол түннен бастап оған бүкіл салып жатқан препараттың барлығын тоқтатады, ертесі күні жаңағы өкпесін барлығын демалдыратын аппараттың барлығын шығарады. Сол кезде анасын айтады, қазір бір побочный эффект, арықсыз эффект болуы мүмкін, шошымаңыздар деп. Барлық аппаратты алған кезде ана бала эпилепсия сияқты, сондай денесі қатты қозғалады, барлығы шошиды, бір кезде жаңағы кислород жібереді. Содан кейін барып анасы жанына келіп қолын алып, балам сен күрес, өмір үшін күрес деген сияқты. Сондай өзінің мотивациялық, сондай сөздерін айтады. Сосын жаңа баланың ойын көрсетеді, как будто қайтадан сол батып кеткен сияқты төсегімен бірге. Сосын жаңа анасының дауысын естиді, және жарықты көреді. Шық деп жатқан. Сен оған күшің жетеді, сен мықтысың деп жатқан. Сосын бала барлық пәрменмен жаңағы судан өзі көтеріліп шығады жерге. Сол кезде бала оянады. Көзін ашады, анасын көріп мама дейді. Сөйтіп есіне келеді, сөйтіп чудом дейді ғой, сондай таңғажайып үлгіде жаңағы бала аман қалады. Сосын дәрігер барлық жаңа несін, өкпесін барлығын тексереді. Сөйтіп жаңа анасын шақырып алады, айтады, сіз білесіз бе дейді.
мен сізге алдында айтқан жоқпын, бірақ оның өкпесі қанталап кеткен дейді. Оның өкпесіне қан толып кеткен, және оның өмірлік маңызды органдарының барлығы жұмыстарын тоқтатқан уже жаңағыдай отключались, жұмыстарын тоқтатқан, тек қана мида ғана бір сигналдар болғанда, оның миы қазір неврологический өте бір үлкен, былайша айтқанда майдан жасады дейді. Сондай майданнан өтті, сондай шайқастан өтті. Бұл енді түсініксіз, мен қанша жылдық дәрігермін дейді. Жаңа дәрігерді айтады ғой, бүкіл өте мықты, самый лучший врач деп. Мен қанша жыл дәрігер болып жүрмін, осындай батып кеткен адамдармен қанша жұмыс істедім, бірақ менің өмірімде, менің тәжірибемде бұндай жағдай болған емес. Бұл нағыз ғажайып, бұл чудо дейді. Сіздің балаңыз бұл ғажайып чудо дейді. Сөйтіп бала аман қалады, представляете? Сонда жаңағы бір баланың аман қалуы қаншама адамның өмірін өзгертті, соны судан шығарып алған жаңа қара нәсілді құтқарушы Құдайға сенбейді екен. Барлығы жаңа баланың өмірі үшін Құдайға жалбарынып жатқан кезде ол айтады, мен Құдайға сенбеймін деп. Бірақ онымен жаңа Құдай сөйлесті деп айтады да, кетпе жаңа мына жаққа қарай жүр дегенде баланы тауып алды ғой. И сөйтіп жаңағы бала, сол адам отырады, жаңа бала соны көріп жанына келіп рахмет айтады. Сол кезде сенің бір миссияң бар ғой, сенің бір миссияң бар деген кезде бала айтады, мүмкін сенің де бір миссияң бар, Сонда осы оқиға арқылы нені көрсетті? Жаңағы баланы өлімнен аман алып қалу арқылы адамдардың ақылына сыймайтын нәрседен адамның өмірін аман алып қалу арқылы Алла тағала басқа бір адамды өзінің жолына әкелді да. Құдайға сенетіндей, Құдайға құлшылық ететіндей африканецті сондай жолға алып келді да. И жаңағы баладан мұғалімі сұрайды, мен сенен сұрайын деп едім, осыдан 2 жыл бұрын жолдасым өмірден қайтты, неге Құдай бір адамдардың өмірін сақтап қалады, а бір адамдардікін сақтамайды деп айтады. Сосын баланы недегі шкафына келсе, мектептегі бәрі жаз қойыпты да, неге сенің өміріңді сақтап қалды, ал менің анам тағы бір адам өлейін деп жатыр деп. Сосын балада кәдімгідей бір сондай енді ойлар болады да, неліктен бұлай деп. Сонымен ең соңындағы итог, қорытынды, жаңағыдай өздерінің шіркеулерінде барлығы Құдайға мадақ айтады, зікір айтады, рахметтерін айтады. Сөйтіп баланың аман қалғаны үшін қаншама адамның дұға еткені, қаншама адамның соның өмір үшін арпалысқаны барлығына рахмет айтады. Сонымен айтайын деген дүнием осы жердегі не? Еш уақытта үмітті үзбеу және шынайы қабылдау жасау, шынайы мойынсынуға келу. Шынайы өміріңізде қандай ситуация болсын, қандай адамдар сізді жәбірледі, қандай адамнан қорлық көріп жатса әрінгі дейін, солардың барлығын қабылдауды, сол ситуацияны қабылдау. Алла тағала, мен өмірімнің соңына дейін осылай жүрсем де ризамын, жүрмесем де ризамын. Осы адамдар мені қорлауын қойса да ризамын, қоймаса да ризамын, барлығын өзіңе тапсырдым, болды. Я тут ни при чем деген нәрсеге келу керек. Мен қолымнан ештеңе келмейді. Мен ештеңені бақылай алмаймын. Мен дәл қазіргі уақытта біз вирусты бақылай алмаймыз ғой, бәріміз үйімізде тығылып отырмыз, Біз бақылай алмаймыз, біз ештеңе өзгерте алмаймыз. Осы біздің мойынсұнғанымыз. Біз мойынсұндық, біз көшеге шықпаймыз, біз адамдармен араласпаймыз, дәл қазіргі сәтте. Біз бұны қабылдадық. Міне осы сияқты, дәл қазіргі осы жаман ауру деп айтайықшы, осы вирусты. Соны қабылдап, бәріміз үйде карантинді бұзбай отырғанымыз сияқты, біз өміріміздегі қиын ситуацияларды, проблемаларды, қиыншылықтарды да, қиындық жасаған адамдарды да, бізге күн көрсетпеген адамдарды да қабылдауымыз керек та, және оны Аллаға тапсыруымыз керек, Құдайға беруіміз керек та. Міне болды, мен топырақпын, мен қолымнан ештеңе келмейді, осындай нәрсеге, осы жағдай бізді үйретіп жатқан шығар. Сондықтан ойланыңыздар, міне маған әлі хаттар толастамай жатыр, хаттардың ағыны. Бүгінгі ене қайната, қайнене туралы жазған кезде әлі адамдар қайнаталарын кешіре алмайды, енелерін кешіре алмайды, басқа біреуді кешіре алмайды. Біз әлі арпалысып жүрміз да. Қараңыздаршы, осы Құдай сақтасын, осы жаман аурудан мүмкін бәріміз өліп қалатын шығармыз қазір. Кез келген сәтте біз ол аурудан болмаса да біз білмейміз да, өміріміздің ақыры ертеңгі жалғасы қалай болады. Бірақ біз қоймай соған жабысып алып басқа адамдарды жек көреміз, басқа адамдарды кешіре алмаймыз дейміз. Өзіміздің эгомызда, сол көкірегіміз, тәкаппарлығымыз жібермейді да, жаңағы әйел сияқты,
тәкаппар болғанымды кешіре көрші, осы менің тәкаппарлығым екен ғой, мен саған мойынсұндым, мен барлығын бақылауда ұстауға тырысыппын, барлығын. Сондықтан мен саған жіберем, барлығын жіберем, болды. Мен еш нәрсеге жауап бере алмаймын, жауап бере алам әрине өзімнің өміріме, әрекетіме, бірақ та жаңағындай өзімнің шамам келмейтін нәрселерге мен енді араласпаймын, адамдармен бақталасуды қоям, өзімді біреулермен салыстыруды қоям, не болмаса біреулерге сенікі дұрыс емес, сенің прическаң дұрыс емес, сенің сөзің дұрыс емес, сенің өзің дұрыс емес деген нәрселерді айтпаймын деп, осындай бір нәрсеге келуіміз керек сияқты. Енді білмеймін, мен қаншалықты қалай түсіндіңіздер. Мен енді бұрын кейін келген оқырмандарым мүмкін әлі мен түсіне алмай жүрген шығар, бірақ бұрынғы оқырмандарым мені жақсы біледі, түсінеді. Фильмнің аты «Прорыв» деп аталады. 2019 жылғы. Міне осы дүниемен сіздермен бөлісейін деген эмоцияларым осылай болып тұрған кезде, әйтпесе ертең олай айта алмай қалуым мүмкін. Мен шығармашылық адам ғой, білесіздер. Сол, Алла тағала баласы арқылы сынап тәубесіне келтірді. Өйткені алдында бала маған көңіл бөлмейді, бала менен алыстап кетті деп үнемі шағымданып жүретін. Сондықтан өздеріңіздің балаларыңызға да көңіл бөліп, өздеріңіздің қалауларыңызбен жүргізбей, оның өзіне де құқық беру керек, оның өзіндік өмірі бар екен, оның өзіндік тұлға екенін біліп, ата-ана өзінің таңдауы болатын. Сіз қанша оны сақтандырғыңыз келсе де, ол бәрібір сол жаңағындай ала жіпті аттайтынына иланып, сол бәрібір сол қателікті жасамай, ол өзіндік тұлғасын қалыптастыра алмайтынын сіздер ата-аналар түсіну керек соны. Бәріміз күйеуімізге байланысты болсын, басқа бір танымайтын адамға байланысты болсын, Дәл қазіргі сәтте оқырмандарым көп жазады, күйеуімді қабылдай алмаймын деп. Қараңызшы, сіз басқа жақсы күйеуді қайдан табасыз? Егер біз ештеңені қабылдай алмайтын болсақ, онда ажырасып кетуге болады. Ажырасып кетесің, сосын тағы біреуге күйеуге шығасың. Оны қабылдамайсың ба? Оны ажырасып кетті, тағы біреуге шық. Өстіп сен кругом жүре бересің де, егер қабылдамайтын болсаң. Өйткені сен сол күйеуіңді қабылдай алмасаң, соның қиындықтарымен, соның минустарымен, саған Құдай қайдан плюс күйеу жібереді, Ол бәрібір оның да қиындықтары болады, міндетті түрде, бірақ біз сондай төзімділік танытуымыз керек. Егер менің өмірімде осы адам кезіксе, мені қинайтын. Демек, мен қандай да бір тәкаппарлығымнан, қандай да бір ісімнен, не болмаса, мен соны өзіме тарттым, не болмаса, Құдай мені тағы да бір деңгейге көтерейін деп жатыр. Мысалы, енесі барлар бүгін өте көбісі мақтады, көбісі жек көретін айтты, Қараңыздар, бір адамда жазады, менің енем алтын, сондай алтын, енем маған барлығын үйретті. Бір әйел жазады, мен енемді жек көрем, енем маған күн көрсетпеді, енем мені ұрды соқты. Енді қараңыздар, неге ана адамның енесі күшті болып жолығады, неге мына адамның енесі сондай бір аждаһа болып жолығады? Сол кезде адам ойлану керек, демек менің де бір қандай да бір сынақтарым бұл. Бекерден бекер маған Алла тағала осындай енені жіберген жоқ. Демек мен ойлануым керек, демек мен өзімді дамытуым керек. Мен қандай да бір әрекеттерім арқылы, қандай да бір тірліктерім арқылы осы адамды өзіме жақындаттым, Неге әйтпесе менің енем ана адамдық сияқты алтын емес, Сондықтан не болмаса бұл біздің өмірімізде жаратушы Құдай бізді өсіргісі келгенде, біздің абыройымызды көтергісі келгенде, біздің мәртебемізді көтергісі келгенде, не болмаса бізге бір байлық, молшылық бергісі келгенде де ол сынайды. Сынағанда жаңағындай сынақтар береді, осыған лайықты ма, осыдан өте ала ма деп, біз оны түсінбейміз, біз барлық проблема, кедергінің барлығын біз былайынан жоқ дейміз. Бағанағы эфирімді көрмегендеріңіз болса, сол тәкаппарлыққа байланысты, гордыняға байланысты көріңіздер, сол тәкаппарлыққа берілемізді, жоқ, мен мынау жақсы, мынаны қабылдаймын, мынау жаман, бұны қабылдамаймын, Біз өмірде шәкірттік позиция ученика. Осыған өткен кезде бізге өмір сүру жеңілдеу болады. Бізге қабылдау жеңілдеу болады. Біз білеміз, адамдар неше түрлі, және әр адамның өзіндік түсінігі бар, әр адамның өзінің тәрбиеленген ортасы бар, әр адамның өзіндік интеллектісі бар, әр адамның өзіндік деңгейі бар, әр адамның өзінің сана деңгейі әртүрлі. Сондықтан егер сіздің сана деңгейіңіз жоғары болып жатса, сізге санасы төмен, надандық деңгейдегі ене жолықса, онда сіздің бұл жұмысыңыз, бұл сіздің отработкаңыз, Бекерден бекер олай жолығып жатқан жоқ. Демек, сіз мүмкін солай сөйтіп, сіз өзіңіз бір тәкаппарлыққа ұрынған шығарсыз, мүмкін ол арқылы сізді
жаңағыдай жаратушы ие сіздің санаңызды тағы да дамытайын деген шығар. Сондықтан енді бұл қабылдау мойынсыну туралы айту бұл өте үлкен ауқымды тақырып. Құдай қаласа осы айда бір аптадан кейін шамамен менің рухани практика байлықтың бастауы деген сабағым болады. Сол сабаққа міндетті түрде қатысыңыздар. Сол жерде біз жүйелеп тұрып айтамыз. Міне осыны айтайын дегем, сіздерге осымен бөлісейін дегем. Сондықтан не көрсек те уақытымызды текке құртпау үшін біз сол нәрседен бір өзіміздің өмірімізге қажетті сигналдар, қажетті ақпаратты, қажетті мағынаны, қажетті бір информацияны алуға тырысуымыз керек та. Осы фильм маған не үшін келді, мен осыны не үшін көріп жатырмын, осы адамның сөзі, мына кейіпкердің сөзі бұл мен үшін немен ассоциацияланады, иә. Сондықтан ойлану керек, және осындай нәрселер арқылы, туындылар арқылы да біз өзіміздің рухани иммунитетімізді күшейте аламыз, иә. Әрине фильмдерде неше түрліге бөлінеді, кітаптарда неше түрліге бөлінеді, не болмаса музыкада неше түрліге бөлінеді, надандық музыкалар болады. Жаңағыдай біздің миымызда одан сайын шу туғызатын музыка болады, не болмаса бізді керісінше рухымызды асқақтататын музыка болады. Сол сияқты кино да сол сияқты, иә, кітап та сол сияқты. Сондықтан әрдайым кез келген нәрсені көретін кезде, оқитын кезде, қарайтын кезде талғаммен қараңыздар, және сол нәрседен бір алатын пайданы ойлаңыздар, иә, польза сіздің жаныңыз үшін, сіздің рухани иммунитетіңіз үшін. Ал мен не айттым, рухани иммунитетіміз жоғары болса, онда біздің физикалық та, эмоционалдық та иммунитетіміз жақсы болады, иә. Сондықтан ең бірінші бойымыздағы тәкаппарлықпен күресеміз, нәпсімізбен күресеміз, және қабылдаймыз. Не нәрсе болса да мойынсынамыз. Әрине бұл оңай емес, иә. Мысалы тұрмысқа шықпаған қыздар, иә. Бүгін тікелей эфирде 49 жастағы әйел адам жазды, осында көрген шығарсыздар, иә. Жанар, мен сіздің тұрмысқа шығу үшін әрекет ету керек қалай деген лекцияңызды алдым. Мен 49 жасымда тұрмысқа шықтым, қазір бақыттымын деп. Шынымен Аллаға сансыз мадақ айтам. Ол мен бір себепшімін, кішкентай доля, иә. Бір себепшімін, бірақ та ол кісінің жүрегін Алла тағала өзі жүрегінің көзін ашты да, сол нәрселерді ол істеді, сенді, практикаларды жасады, рухани иммунитетін көтерді. Тұрмысқа шыққанша 49-ға келіп бітті, мен өмірім бітті, мен бақытсызбын деген жоқ. Тұрмысқа шыққанша бақытты болудың тәсілдерін үйренді, иә. Сөйтіп міне тұрмысқа шықты. Бұл шынымен болады, чудо есть, ғажайыптар болады. Мен 49 жасында тұрмысқа шықты. Басқа бір қыз жазады, мен 25-темін, мен жалғыз қалам ба деп қорқам. Бұндай қорқынышпен ұзақ жүруге болады, иә. Бүгін бір адам жазды, 42-демін, әлі тұрмысқа шыққан жоқпын деп. Енді қараңыздаршы, Алла тағала жаратушы бәрімізді жақсы көреді. Ол біреуімізді сынайын, осыны жазалайын демейді. Оның барлығын өзіміздің сөзіміз арқылы, ойымыз арқылы, ғаламға жіберген вибрацияларымыз арқылы аламыз да соның барлығын. Бірақ Алла тағала ол жазалаушы емес та. Алла тағалаға мойынсынуымыз керек, қабылдауымыз керек, және сәждеге құлшылық етуіміз керек, бірақ одан қорықпауымыз керек та. Оны махаббат деп қабылдауымыз керек, оны жақсы көруіміз керек. Сол кезде жүрегіміз махаббатқа толған кезде барлық нәрсе өзінен өзі болады. Мысалы, баспанасыз жүрген адамдар көп, иә. Сол адамдар, өткенде мен Ирина Советжанқызының Фейсбуктағы парақшасынан оқыдым, қазір онлайн сабақ. Бір ата-ана жазыпты, біздің өзіміздің үйіміз жоқ, пәтер жалдап тұрамыз, балам жылап жатыр, жаңағыдай басқалардың өздерінің жеке бөлмелері бар, ал менің болса бөлмемде жоқ, мен үй алам деп. Соны анасы мұғаліміне жазыпты да, мысалы, оқымай қойса бола ма деп. Енді қараңыздаршы, әрине түсінемін, неше түрлі жағдай болады, бірақ егер ол ана санасы дамыған, өзін-өзі дамытып жүрген ана болса, ол оны мұғалімге жазбай-ақ баласына айтатын еді. Балам, бұның барлығы уақытша, біздің де баспанамыз болады, және сенің өзіңнің жеке бөлмең де болады. Давай, мен саған қазір осы онлайн сабақты өткізетін осы жерде әдемілеп берейін, сенің мына фоныңды жақсы қылып берейін. Сен бүкіл үйдің бәрін көрсетпейсің, бір жерде ғана отырасың, сол фонды мен жақсы қылып берейін, болды. Сен бұдан намыстанба. Бұл осы біздің осы үйімізді жалдап тұратын ақшамыз болғанына рахмет. Алла тағала бізді жақсы көреді. Бізде әлі бұдан да жақсы үй болады, және сенің өзіңнің жеке бөлмең болады, иә. Анасы сөйтіп айтса, балаға уже мотивация береді. Баланың психологиясында кедейшілікті қалыптастырмайды, елі баланың психологиясына ақау салмайды, мысалы.
анасы бірден баласына енді не айтқанын білмеймін, мүмкін менікі дұрыс емес шығар, бірақ мен солай қазір ой келіп жатыр да маған. Балада қандай ой болады? Бала өзін басқа сыныптастарынан өзін қор сезінеді, иә, өзін сондай бейшара сезінеді, міскін сезінеді, иә. Сондай баланың психологиясында өскенде де ол біреулермен салыстырады өзін. Өскенде де бір керемет жетістікке жетіп жатса да ол жетпейтін сияқты болып тұрады, басқалардан кем сияқты болып тұрады. Қараңыздаршы, біз ата-аналар позитивті намерениеда, позитивті ниетте болса да балаларына осындай нәрселерді кішкентайынан сіңіреді. Сонда мысалы жаңағы ананың, жаңа әйел адамның солай істеуіне болатын еді, бірақ ол әйел жаңа баласымен қосылып мүмкін өзі де жылаған шығар. Сөйтіп мұғаліміне жазады, иә. Бұның барлығы өткінші. Қайта сөйтіп баспананы жалдап тұрып жатқан ақшаң болғанына рахмет, иә. Шүкіршілікті көбейтуіміз керек та біз. Егер біздің баспанамыз болмаса, біз біреудің үйін жалдап тұрып жатсақ, сол үй біздің баспанамыз. Сол үйге рахмет айта бастау керек та, қуықтай бөлме болса да. Аллаға шүкір, рахмет Аллам, осындай қуықтай болса да мен бөлмем бар болғанына рахмет. Бұл бөлме, бұл кішкентай ғана бір бөлмелі үй мені суықтан қорғап жатыр, қараңғылықтан қорғап жатыр. Даладағы ұрлықшы тағы ұры қарыдан қорғап жатыр, иә. Осы жерде мен балаларым өсіп жатыр, ұйықтап жатыр, ал егер біз ту құдайым-ай, қашан құтылам осы, қашанғы баспана жалдап жүрем, қашанғы осы мен өмірім күшті болады, андай мындай десек, онда біз жаңағы үйдің ішінде жаман вибрацияны, иә, дұрыс емес ойлардың барлығын жинай береміз да, эфирлік деңгейде оның барлығы жинала береді, және одан шығу өте қиын болады. Сондықтан егер сіз өзіңіздің баспанаңыз болғанын қаласаңыз, онда дәл қазір қандай жерде тұрып жатсыз, подвалда тұрып жатсаңыз да, сол подвалда тұрып жатқаныңызға және сол подвалдың сізге шаңырақ болып сізді қорғап жатқанына, сол жерде тұрып жатқаныңызға рахмет айтуды бастау керек те. Сол жердегі әрбір затқа, жаман заттар болса да, ескі заттар болса да, барлығына кәдімгідей дауыспен айтып, не болмаса қағазға жазып шығу керек, иә. Сол кезде барып, сенің сол кезде кармаң тазарған кезде, сенің кармаң таусылған кезде саған жаңадан үй келеді. Ал егер біз уайымға беріле беретін болсақ, не болмаса сондай жаман ойға беріле беретін болса, онда ешқандай да вариант жоқ, біздің жағдайымыз жақсарады, жетістікке жетеміз, табысқа жетеміз деген. Өйткені біз табыстың, жетістіктің, байлықтың вибрациясында емеспіз ғой, иә. Осыны енді түсінетін кез келді деймін. Және адамдар қазір Инстаграм өте бір мықты күш болды, иә, барлығы Инстаграм арқылы көмек сұрайды. Қараңыздаршы, қанша Инстаграм арқылы көмек сұрап баспана алса да, бүйтсе де сөйтсе де, бәрібір ол адамның мына басындағы клеткаларды өзгертпей, өзінің түйсігіне басқа информация жібермей, ол сондай бір керемет нәрсе болмайды да. Елден қаншама сұрай бергеннен, ол сенің ешқандай да мына миыңмен, жүрегіңде ештеңе болмаса, ол біраз уақыттан кейін сен қайтадан сол сұраңғыштық кейіпке түсесің, иә. Сондықтан осындай нәрселерге ойлануға шақырамын, және күйеуім жаман дейтіндер, енем жаман дейтіндер, тағы да басқа нәрселер жаман дейтіндер, тәубаларыңызға келуге шақырам. Және сіздер білесіздер, алғыс дәптерін жазасыздар, иә. Қазір енді бәріңіз өте бәрін білетін болдыңыздар ғой. Алғыс дәптеріне соның бәрін қосыңыздар. Кішкентай ұсақ түйектің бәрін қосыңыздар. Өзімнің, Құдайға шүкір, өзімнің қасық вилкам бар деп соңында қосыңыздар, иә. Үйдегі жансыз нәрсенің барлығына рахмет айтыңыздар. Бір нәрсеге бүйірлеріңізді ұрып алсаңыздар, сол жерді сипалап, мен сені жақсы көрем деп айтыңыздар. Өйткені сол арқылы біз махаббатты көбейтеміз үйде. Енді бұл ақыл емес, просто бұл менің өзімнің өмірлік тәжірибемдегі дүниелер, сонымен бөлісіп жатырмын. Және өткенде бір оқырманым жазыпты комментарийға, сіздерге оңай рухани практикамен айналыс, бүйт сөйт деп айтасыздар, өздеріңіздің үйлеріңіз бар, өздеріңіздің жағдайларыңыз бар, ақшаларыңыз бар деп айтады. Қараңыздаршы, адам егер менің үй жайым болғанда, өзімнің, менің ақшам болғанда, менде барлық жағдайым керемет болғанда, мен рухани практикамен айналсам, Құдайды өміріме кіргізем деген бұл, мен сенбеймін да бұған. Бұл нәрсе жоқ. Ол кезде уже сенің басқа нәрселерің пайда болады да, басқа керек жарақтарың, басқа қажеттіліктерің, басқа сұранысың болады да. Дәл сен жағдайың жақсыра салып, сен сондай құлшылық жасап, вибрацияңды өзгертіп, түйсігіңмен жұмыс істеп, жүрегіңді тазалап, сондай нәрсені бас салып істейсің деген нәрселерге мен сенбеймін да. Ештеңең жоқ кезде істе. Ештеңең, үйің жоқ кезде істе.
үйүң жок кезде руханий практикамен айналыс, күйөөң жок кезде айналыс, әлі күйөөгө тийген жоксуң, балаң жокпу, айналыс, жумушуң жокпу, айналыс. Жумушум жок деп отура бергенден көрө алда бир салауатты зикирди 1 саат 2 саат отуруп айт. Сондай кезде келеді. Мысалы, материалдық жағдайға байланысты мен өзімде сондай бір материалдық жағдайға байланысты және үйге байланысты бір еш уақытта маған үй алу керек деген нәрсе бұрын мен жас кезімде ойымда болмапты. Шын айтайын, менде бір қорқыныш па бірдеңе болған сонда. Мен мысалы ойлағам, тұрмысқа шығам, сол кезде күйеуімнің үйі болады деп. Бірақ мен тұрмысқа өте сіздердің ойларыңызша кеш шықтым. 37 жасымда мен жолдасымның үйі бар, бірақ ол Украинада, Одессада. Қазақстанда мен үйім болмады. Мен өзім жақында ғана баспанаға қол жеткіздім. Мейлі ол үлкен болмаса да, Құдайға шүкір. Бірақ мен рухани практиканы қарызым көп кезде бастадым, баспанам жоқ кезде бастадым. Жалпы өзімнің өмірге қажетті дүниелерімді алуға мүмкіндігім жоқ кезде бастадым. Өзіме қажетті бір әдемі көйлек, тағы да бір нәрсені алуға мүмкіндігім жоқ кезде бастадым. Жалпы ешқандай дәл қазіргідей инстаграмда осындай нәрсені айтпастан бұрын мен соның барлығын енді Алланың қалауымен соны бастадым да, сондықтан сіздерге де айтам. Жағдайым барлығы жақсарған кезде мен алып рухани практикамен айналсам. Бұлардың бәрі айта береді, жағдайлар жақсы, сосын рухани практикамен айналыс дейді, өзіңмен жұмыс істе дейді, өзіңді дамыт дейді. Им сказать легко деген нәрсе бұл дұрыс ойлау жүйесі, бұл дұрыс сана емес. Сондықтан қазір ештеңең жоқ кезде баста. Рухани ілімді жүрегіңе сіңіргеннен кейін, рухани иммунитетіңді қалыптастырғаннан кейін, саған тәкаппарлықтан барлығынан арылып, күнделікті жұмыс істегеннен кейін, саған сосын барып байлық қонса, саған бақ қонса, сен соны көтере аласың. Сенде сондай иммунитет қалыптасады. Сен сол саған келген байлықтың, ақшаны өзің үшін кесірлетіп, не болмаса өзге үшін кесірлетпейсің. Сенде сондай бір мықтылық, бір иммунитет қалыптасады. Сол себептен де рухани дүниемен айналысу керек, және біздің қанша ғұмырымыз қалды, сол ғұмырымызды жаратушы иеге арнауымыз керек. Мынандай нәрсе бар, егер сен Құдайға уақытыңды арнасаң, Құдайға уақытыңды арнау деген не? Намаз, дұға, қаншалықты сен арнайсың Құдайға уақытыңды, Алла тағала, жаратушы ие, сенің өміріңнен, сенің күнделікті тірлігіңнен сол уақытты дайындап қояды саған. Осы нәрсені мен түсінген кезде менде бір я была в шоке, былайша айтқанда. Қараңызшы, біз айтамыз, уақытым жоқ таңертең тұрып істеуге, уақытым жоқ ананы оқуға 1 сағат, 2 сағат, оның барлығы не береді, бәріңізге бір техникалар істей салып, тез бола салған жақсы да. Бірдеңені, бір затты алдым да, былай қойдым, бір затты істедім да, былай қойдым. Бұл аса сондай бір керемет нәтиже мүмкін беретін шығар біреулерге. Бұндай емес, бұл жүректі қосу керек та бұл жерде. Сол кезде сен егер уақытың жетпей жатса да күнделікті 20 минут болсын, жарты сағат болсын, 1 сағат болсын Құдайға арнасаң сол уақытыңды, Алла тағала саған сондай жағдай жасап береді. Сен жұмыстан мұрның шаншылып жұмыс істеп жүрсең, және ақшаны аз тапсаң, саған сондай бір кәсіп береді. Сен аз жұмыс істейтін, бірақ көп ақша табатын. Сен аз жұмыс істейтін, бірақ та сенің жағдайың барлығы жақсы болатын деңгейге жеткізеді. Сен аз жұмыс істеу арқылы сен біраз уақытыңды тағы да рухани практикаға бөле аласың, арнай аласың. Сен Құдайға қаншалықты көп уақытыңды арнаған сайын, ол саған соншалықты несібесін бере береді. Мысалы, біреулер оған сенбейді, маған жұмыс істеу керек, қайдағы рухани практика дейді, қайдағы қабылдау, мойынсыну, жұмыс істемесең кім береді дейді, жұмыс істеу керек. Дене еңбегінде қосу керек, және ой еңбегінде қосу керек. Рухани дүниені ой еңбегін қосқан кезде, енді сіздерге өтірік маған шын, мен осы дүниені өзім осы ілім жолында жүріп бір адамнан естідім, Атырауда жүрген кезде. Сол кезде мен таң қалдым, бұл қалайша деп. Мен солай, қалайша бұл деп. Мен сондай отчаянный дейді ғой, бізде андай қатты отчаянный халге түскен кезде өліп, айналса бастаймыз да бірдеңемен, отчаянный болған кезде. Оған дейін мынандай болып тұрса, аса мән бермейміз да.
сондай адам отчаянный жағдайға түскен кезде адам бәрін оқи бастайды да, ашқарақтанып. Мысалы сол кезде есімде, мен таңертең 4-те тұрамын, 5-те тұрамын, сосын 3 сағаттай ма 4 сағаттай ма отырамын да. Бас кезінде отыра алмайтынмын. Отыру үшін де күш керек та, саған энергия керек. И 3 сағаттай отырамын, 5 сағаттай отырамын, одан кейін де ұйықтамаймын. Жолдасым айтады, сен неге ұйықтамайсың деп. Сөйтіп бүкіл уақытымды арнай бердім да Құдайға. И Алла тағала маған сондай бір керемет шеберлікпен жасап берді. Мен өзім ойладым, мен бұрынғыдай таңнан кешке дейін телевидениеде жүре алмаймын. Таңнан кешке дейін мен біреуге жұмыс істей алмаймын, және ол жерде көзқарас менің көзқарасыммен аса сәйкес келмейді. Мен андай тек қана билікті мақтай беру, тек қана сондай бір бояма информацияларды беру, мен оны істей алмаймын. Маған бір сондай нәрсе болса, мен өз уақытымды өзім бақылай алатын болсам дедім. Өз уақытымды, мысалы, жұмыс істегім келді ма, істеймін. Демалғым келді ма, демаламын. Құрбыларыммен кездескім келді ма, құрбыларыммен кездесем. Салонға барғым келе ма, салонға барамын, ұйықтағым келе ма, ұйықтаймын, Сондай нәрсе болса, мен өзім сондайды қаладым, бірақ ол не нәрсе екенін білген жоқпын да. Бірақ рухани практикамен айналысып жүрмін, және өзімнің ойымда болып жүрді сондай адамдарға сол өзімнің жетіп жатқан дүниелерімен бөлісу, бірақ оны қалай жасау керек екенін білген жоқпын. Қалай жасау керек, оның бәрі маған қиын болды да. Сөйтіп күндердің бір күнінде жайықтың жағасында күнде жүгірем, сосын жүгіргеннен кейін суға түсем, суға шомылам. Сосын бір орыс әйелді көрдім. Ол Атыраудың әйелі екен, Атыраудың адамы, бірақ Алматыда тұрады екен. Атырауға кеп тұрады екен. Сосын сол айтады, немен айналысасың? Мен айтам, телевидениеде жұмыс істегем, қазір жұмыстан шығып кеттім. Енді немен айналысасың? Мен айтам, маған сондай бір нәрсемен айналысқым келеді, өз уақытымды өзім жүйелейтін, және өзімнің хоббима, өзімнің қалаған нәрселеріме уақытым жететін, мысалы, рухани практикамен айналысатын, қандай да бір курстарға баратын, білімімді жетілдіретін сондай уақытым бар, және ол нәрсені мен жақсы көріп істейтін, және ол нәрсе маған ақша келетін, аз жұмыс істеп, телевидениедағы сияқты емес, одан жақсы айлық табатын деп. Сосын ол маған бүйтіп қаратты, жынды ма деген сияқты бүйтіп қаратты маған. Такое невозможно деді. Ондай нәрсе болмайды деді маған. Сосын мен бүйтіп қарадым да, мен сол кезде былай ойласам болатын еді. Шынымен қайдағы ондай нәрсе, қайдан болады? Менің бизнесім жоқ, андайым жоқ, қайдан болады ол? Деп қоя салсам болатын еді да. Сол әйелмен бірден келіссем, онда менің түйсігім де, санам да, жүрегім де бәрі сонымен келісетін еді да. Умға тем более ол жақсы ғой. Жұмыс істегісі келмейді да, оның ойланғысы келмейді. Оған қалыпты нәрсені істеп жүре берген жақсы да. Бірақ мен ойладым, неліктен, неге болмайды? Оның мүмкін жолдар бар шығар, бірдеңе болу керек әйтеуір деп. И Аллаға шүкір, Алланың қалауымен, сосын мен ақырындап Атырауда семинарларымды өткізе бастадым. Бүкіл алғашқы семинарларымды Атырауда өткіздім. Сосын барып региондарға, аймақтарға шыға бастадым. Интернетті өзім парақшамды ретке келтіре бастадым. Әйтеуір ақырындап бірдеңеден бірдеңе бүйтіп жүргенге жөргем ілінеді дейді, және өзің бір қимылдасаң, Алла тағала бір берекесін береді. Сөйтіп Алладан берекесін сұрадым, истихараны оқыдым. Шынымен осы нәрсе менікі болса, және осы дүние арқылы мен өзіме зиян келтірмейтіндей, өзгелерге зиян келтірмейтіндей болсам ғана, осы нәрсені маған қайырмен бере көр деп ұзақ уақыт бойы құлшылық жасадым. Ақырында Алла тағала менің жүрегіме сол сенімділікті құйды. Міне соны біреуден көріп, біреуден көшіріп істеген жоқпын, сол жүрегімнің қалауымен істедім, Аллаға шүкір. Және осыған байланысты бір нәрсені айта кеткім келеді. Мектепті бітірген кезде, енді қандай оқуға түсеміз деп ойланып жатырмыз ғой. Сол кезде маған әпкем марқұм болып кетті, сол кісі айтты. Сен Алматыда оқып, сосын ауылға келгенде жұмыс таба алатын оқуға түс деді. Мысалы, мұғалімдік оқу, Мен сосын оған айтам да, мен сонда барып Алматыға оқимын, сосын қайтадан ауылға қайтып келем ба деп. И ол кісі айтады, қайтадан ауылға қайтып келесің, енді қайда барасың? Алматыда сенің туысқаның жоқ, жақын үйінде тұратын. Сенің пропискаң жоқ Алматыда. Алматыда пропискаң болмаса, сен жұмысқа тұра алмайсың. Сен ауылға қайтып келесің, сен реально қара заттарға. Ауылға қайтып келген кезде сен ауылда таба алатын оқуды оқы деді. И мен сол кезде әлі кішкентаймын ғой, 16 жастамын ба? Мен ойладым да, неужели сонда басқа жол жоқ? Неужели пропискам болмаса мен оны жасай алмаймын? Неужели мен Алматыда қала алмаймын? Ол кезде менің ең үлкен арманым Алматыда қалу еді,
қалайша мен бұған жете алмаймын, қалайша ешқандай жол жоқ, миым солай ойлана бастады да. Ал егер мен сол кезде иә дұрыс айтасыз, шынымен ақ пропискам жоқ, Алматыда ешқандай туысым жоқ, үйім жоқ, иә, енді алыс туыстар бар, бірақ жақын туыстар жоқ қой, үйім жоқ, пропискам жоқ, ол жаққа барып пәтер жалдап тұратын ақшам жоқ, иә, онда мен ауылда бір жаңағыдай табатын, жұмыс істейтін сондай нәрсеге түсейін деп ойласам, онда менің миымда бәрі менімен келісетін еді, иә дұрыс айтасың, солай істеу керек деп, онда ары қарай басқа ешқандай продвижение дейді ғой, алдыға қарай жүрушілік тоқтайтын еді. Өйткені мен айттым, менің түйсігім бәрі менімен келіседі, ал мен қалайша, неліктен бұлай, неліктен мен бүйтем, мен сонда армандарым бар ғой, мен жаңағыдай жазушы болғым келеді, кітап жазғым келеді, бірақ білмеймін өзім қандай кітап жазатынымды, сол кезде ойлаймын да, жазушы болғым келеді, оны қалай жазатынын білмеймін, бірақ мен сондай бір армандарым өте не болғанда, Америкаға барғым келеді деген арманым болды 95 жылы. Ол кезде Америка туралы ешкімнің ойына кіріп шықпайтын, және Совет одағы кезінде бізге шетел бәрі жабық болды ғой. Сонда мен Америкаға еш уақытта бармайын ба, қалайша әйтеуір бір бұның несі болу керек, жол болу керек деп ойлана бастадым. Аллаға шүкір, әйтеуір келді, иә. Барлығы ақырындап келді. Қиындықпен, әрине. Оны жаңағыдай жоққа шығармаймын, өте қиындықтар болды, бірақ әйтеуір келді. Сондықтан әрқашанда біреу саған бұл мүмкін емес деп айтқанда, не болмаса жоқ, бұндай болмайды деген кезде, бұған сенің шамаң жетпейді деген кезде келіспеу керек та, іштей хотя бы ойлану керек та, неге жоқ, неге мүмкін емес, неге мен ол нәрсеге жете алмаймын, неге мүмкін менде бір потенциал бар шығар, осылай мүмкін көп адамның потенциалын басқа адамдар жауып тастайтын шығар, жоқ, қайдағы, сен оны армандамай-ақ қой. Ана сөз бар ғой, армандапсың ақ тоқты, көгалдағы көк шөпті деген, білесіздер ме? Сол сияқты армандапсың ақ тоқты, көгалдағы көк шөпті деп, біздің өміріміздегі жақын адамдарымызда біздің кейде потенциалымызды жауып тастауы мүмкін да. Әрине олар енді бізге жамандық ойламайды ғой. Сол кезде біз миымызға тапсырма беруіміз керек та, санамызға, түйсігімізге, рухымызға, қалайша, неужели ең құрмағанда бір жолы бар шығар, әйтеуір шығатын бір тесік бар шығар деген сияқты, Сондықтан әрқашан негізгі түпкі қорытынды ой ол өзімізде қалады, шешуші ой өзімізде қалады, шешуші ой ол өзімізге байланысты, барлығы өзімізге байланысты, сөзімізге, ойымызға, ойлау жүйемізге байланысты. Келсе салу әр кезде оңай, шегіне салу оңай, беріле салу оңай да, бірақ қайтадан құлап, қайтадан тұрып, қайтадан жүру әр кезде қиын, бірақ оның өте керемет берекесі болады. Сол сіздерге айтайын деген дүнием осы. Уақыт болған жоқ па, эфирімді сақтап қояйын. Айттым-ау деймін, жалпы енді бірден бәрі болмайды, бірақ ақырындап сана деңгейін көтеруге болады, және өзіміздің санамызды дамыту арқылы, ашу арқылы жабылып қалған клапандарды біз өзіміздің жанымыздағы адамдарды дамыта аламыз. Және тағы бір қосайын деген дүнием, бүгінгі тақырыптан шықты, ене мен келін тақырыбынан, кешіре білуді үйрену керек. Қайткен күнде де кешіре білуді үйрену керек. Бағанағы анасын кешіре алмай жүрген әйел адам менің осы тікелей эфирімді көріп отырса, сіздің бүкіл жүрегіңіздегі, бойыңыздағы барлық күшті жинап, анаңызды кешіріңіз. Қандай адам болса да кешіріңіз. Біз енді ол кісінің жағдайында анасының ұятты нәрселерін қабылдай алмайды екен, бірақ кешіріңіз, Алла тағала барлығын жақсы көреді және барлығын кешіреді. Мен алдында бір айтып едім ғой сіздерге, бір молданың жасаған ғибадатынан да маскүнемнің жасаған ғибадаты Аллаға жетуі мүмкін. Бір молдадан гөрі бір маскүнем өте жүрегі иманға толы болуы мүмкін. Өте бір керемет салиқалы, аппақ орамалды тағып алып отырған әйелдің дұғасынан да бір жезөкшенің дұғасы Аллаға жетуі мүмкін. Не болмаса сол әйелдің жүрегінен де жезөкшенің жүрегі таза болуы мүмкін, Біз білмейміз оның барлығын. Сондықтан міндетті түрде өзімізді кешірейік, және өзіміздің жанымыздағы адамдарды кешіре білейік, және тәкаппарлық пен нәпсімен жұмыс істейік. Өмір бойғы жұмыс. Бір адам өткенде сұрайды, оқырманым, өмір бойы қалай енді осы балансты сақтап тұруға болады, осы істеген нәрселеріңді? Мүмкін емес. Сақтап тұру мүмкін емес,
ұдайы айналысу арқылы, күнделікті өзіңді нәпсіңмен күресу арқылы, күнделікті өзіңнің ішіндегі өзіңнің тағы да бір ішкі дұшпаның бар ғой, мынандай істейінші, қойшы соны істемей ақ қой, ой қойшы соны қайтесің, жасамай ақ қой, ел құрлы көреміз, бүйтеміз сөйтеміз. Соны күнделікті жеңу арқылы біз күн сайын кішкентай қадамнан алдыға қарай басып жүріп отырамыз. Сонымен лекцияны тамам болды ғой деймін. Словарный запас бітті, водные фразы бітті. Водные фразы емес, енді бірақ ойларым бітті. Ары қарай басқа ой келіп жатқан жоқ, сондықтан осы жерде тоқтайын. Қалайсыздар оқырмандарым? Енемді жек көрем, әке-шешемді әлі танымайды, 10 жыл бойы бүгін бұны қалай кешіруге болады? Акма, мен бағандан бері не айтып отырмын? Бұл сіздің бойыңызда тәкаппарлық. Егер сіз ата-енеңізді жек көрсеңіз, олар сондай адам ретінде қабылдай алмайсыз деген сөз. Сіз оларға қарсыласасыз деген сөз. Алла тағала оларды сондай адам қылып жаратты. Сондықтан сіз бұл әрекетіңіз арқылы Құдайдың да сондай бір заңдылығына қарсы тұрып жатсыз. Сондай ата-енеңізді қабылдау керек, өзіңізбен жұмыс істеу керек. Что того, қазақтар осындай нәрсеге қатты мән береді. Бір оқырманымда жазды, мен әке-шешем келгенде әке-шешеме бір шәугім шай бермеді, бүйтпеді, сөйтпеді. Қойайықшы осындай дүниені. Бір шәугім шай бермесе, басқа жақтан барып іше салсын. Сол бір шәугім шайдың соншалықты несі бар, Мейлі сондай нәрсе болған шығар. Соны құрметтемеу арқылы жарайды. Бір шәугім шай бізде өте үлкен сый, құрмет, Яғни, она задела вашу гордыню. Значит, вам надо в этой отрасли работать над собой, Мысалы, сіз сол кезде ойласаңыз, жарайды, шай бере алмаса, онда мүмкіндігі болмаған шығар, көңіл күй болмаған шығар, жарайды, болды, басқа күні береді, немесе өздері басқа үйден іше салады, Осындай нәрсеге келгенде, осылай ойлау жүйесіне келгенде бізде тәкаппарлық болмайды. Мен де ауылдың қызымын, мен де ондайды көп естігем. Үйіне барғанда бір тал шәугім шай қоймады, үйіне барғанда ет аспады, қой соймады деген қазақтың сондай нәрселері қоймайды. Сол нәрселер туысқандардың арасына іріткі салады. Осының барлығын алып тастау керек. На то пошло деп айтады ғой. Сіздің енеңіз оларға шай беруге міндетті емес. Егер қалай ма берсін, қаламай ма бермей ақ қойсын. Және ол адамды солай қабылдауға придется, Сондай нәрсеге бұл әрине сыйластық, құрметтеу деген бұл енді басқа ғой, бірақ ол адам солай болып тұрса, оған сен айту арқылы, сен менің өзімнің әке-шешемді 10 жыл бойы көрмедің, білмедің, шай бермедің, кит кигізбедің деу арқылы сол адамның санасына сол өзіңіздің қалауыңызды сіңіре алам деп ойлайсыз ба? Жоқ, сіңіре алмайсыз. Сіз одан сайын туысқандардың, құдалардың арасына іріткі туғызасыз, одан сайын енеңіздің ашуына тиесіз, өзіңіздің намысыңызды қорлайсыз. Қайтесіз бұны? Өзіңіз барып кигізе салыңыз, өзіңіз барып шай беріңіз, өзіңіз барып сыйлық жасаңыз, Сондықтан осындай надандық нәрселердің бәрін қою керек бізге. Біз егер өсеміз десек, бізге осындай надандық нәрседен арылу керек. Әр адамның әр түрлі көңіл күй болады. Қазақтар осындай қонақжай халық қой, настроениесі быт-шыт болып тұрса да, үйіне келсе, барлығы жүгіріп, шайын қойып сөйтіп жүр, әрине бұл жақсы. Бірақ адамның да өзінің қалауы болады ғой, мысалы, жаңағыдай, сенің өзіңнің эмоционалдық күйің бар, Сен өзің білесің қалай істеу керектігін. Және сен қалай істесең де ол дұрыс, сол сияқты басқа адам қалай істесе де ол дұрыс, Сондықтан бұндай нәрсенің барлығын мидан шығарып тастау керек. Бұдан да маңызды дүниелер көп өмірде. Сіздер осындай нәрселерге бастарыңызды ауыртып, миыңыздың барлығын осыған толтырып қойған кезде, сізде басқа потенциал да ашылмайды, және басқа арман мақсатыңыздың да не екенін білмейсіз, өмірге не үшін келгеніңізді білмейсіз, өмірдегі миссияңызды білмейсіз, сөйтіп сол ойларды, сол вибрацияның барлығын алып балаларыңызға бересіз. Сосын балаларыңыз бүйтіп жүреді, не үшін жүрмін осы өмірде деп, Сондықтан ренжуді қою керек бір шәугім шай үшін, келмей қалған кит үшін, сойылмай қалған қой үшін, алдына тартылмай қалған бас үшін, сондай нәрселердің барлығын қою керек деп ойлаймын. Танымайды дегенге байланысты сіз мүмкін жеңілдеп қалатын шығарсыз, айтайыншы, 10 жыл бойы танымайды. Менің тұрмыс құрғаныма 3 жыл болды, менің әке-шешеммен күйеуімнің анасы әлі күнге дейін кездескен жоқ. Мен де онда отырайын сондай, мен қалай бұны кешіруге болады, менің әке-шешеме келіп осындай нәрсені істемеді, бүйтпеді. Қыздар, бұл маған не үшін керек осы нәрсе?
Зачем это надо, иә? Мен оны проблема деп қабылдамаймын. Уақыты келген кезде кездестіреді, сәті келген кезде кездестіреді, иә? Енді ол басқа мемлекетте, сонда да, иә? Мен де басында ойлайтынмын, нетпей жатырмыз деп. Енді біз көп көшіп жүрдік, біресе Атырауға көшеміз, біресе Астанаға көшеміз, енді ғана Алматыға келіп тұрақтадық, иә? Ал мен әке-шешем Алматы облысында тұрады. Сондықтан бұндай нәрселердің бәрін жиып тере беретін болсақ, миымыздың, жүрегіміздің бәрі ренішке, өкпеге, қоқысқа толып кетеді. Онда біз нағыз тәкаппары боламыз ғой, гордливость болады ғой бізде. Сосын біздің басқа арман мұраттарға жүрегіміздің есігі ашылмайды да, тереземіздің барлығын жауып өкпелеп отырамыз. Қажет қанша? Уақыты келгенде кездестіреді. Осылай, қыздар, шынымен мен де кейде ойлап қоям, жолдасыма айтам, әрине ол да оны ойлап жүр, бірақ қазір енді карантин мүлдем, иә? Не істейсің? Қазір карантин, қараңызшы, әлі сіз осындай ойды ойлап, өз-өзіңізді жеп жүрсіз. Одан да балаңыздың болашағын, күйеуіңіздің жолының ашылуын, өзіңіздің санаңызды дамытуды және өзіңіздің қалауыңыз, хоббиіңіз не, сол туралы ойласаңыз, бұл сіздің рухани иммунитетіңізді де көтереді, эмоционалдық ахуалыңызды да жақсартады және физикалық денсаулығыңызға да жақсы ықпалы тиеді. Сол қыздар мен жаңағындай ойбай, құда болмады, көрмей қалды, бүйтпей қалды, кеткемей қалды деген нәрселердің барлығын сырып тастағам. Ондай жоқ па? Жарайды, жоқ, қабылдадым. Иә, болды. Қабылдадым. Біреуде былай, неге барлығында бірдей болу керек солай? Жынымыз келудің өзі бұл тәкаппарлық, қыздар. Жының келудің өзі тәкаппарлық. Жанар, сіз Астанада тұрған кезде кездесуім керек еді, уақыт өткізіп алдым, тазалығыңыз үшін алғыс. Рахмет. Астанада өзім үйден шыққан жоқпын, негізі 6 ай бойы үйден шықпай жаттым ғой. Менің ішімде 1000 сұраққа жауап бердіңіз, рахмет. Сізге де көп рахмет, соны ести алғаныңызға. Күйеуім қатты сөз айтады, жаман сөздер айтады. Я, енді не істейміз? Енді өзіміз дамытамыз. Айтқан күйеу айта берсін, я? Күйеуіміз үшін дұға тілейміз. Военная комната киносын көріңіз. Күйеуіңіздің жүрегін махаббатқа толтырып қой деп Алладан сұраңыз. Алладан жаңағыдай күйеуіңіздің жолының ашылуын сұраңыз. Я, күйеуіңіз сізге қатты сөз айтса, оған да бір нәрсе жетпей жүр, махаббат жетпей жүр, внимание мүмкін. Осыған байланысты мүмкін ертеңгі эфирімді осыған арнаймын ау деймін, я? Ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасына байланысты. Мүмкіндігімше. Сағат әдеттегідей 5-5:30 шамасында сол туралы айтайын. Жалпы біздің әйелдің күйеуге ренжуі күйеуге қандай залал келтіреді, иә? Қандай зардабы қандай, сол туралы айтамыз. Құдай қаласа. Теория кабалы дегенді естіп едіңіз, творец туралы айтады. Я естідім және ол туралы лекцияларды бұрын өте көп қарағам. Осы кабалы маған жақын ба деген сияқты. Мен барлық нәрсені қарағам және енді кабалыды сондай тереңірек неткен жоқпын. Мысалы, көптеген атақты Голливудтың актрисалары, мысалы Мадонна, я, кабалада. Бірақ кабалада емеспін. Қайтыс болған адамды қалай ақтап алуға болады? Жақсы жағын жазыңыз, елу техникасын жасаңыз. Неге адамдар қазір бір-бірінің аузынан шыққан сөзін аңдайды, неліктен? Барлық адам ондай емес. Адам қашан аңдайды деп ойлаймын, өзінің мақсат мұраты болмаған кезде, және өзінің өміріне көңілі толмаған кезде, өзінің қандай да бір арман, тілектері орындалмай жатқан кезде, басқаларда сол көп орындалып жатқан кезде мүмкін, және айналысуға ісі болмаған кезде. Оққан білген түйгеніңіз өте көп, кейбір психологтар сияқты болса әңгімені сапырып отырған жоқсыз. Рахмет. Сіз осылай жазасыз, басқа бір адам алады да көп сөйлейсіз деп жазады. Әр адам әртүрлі, иә, әр адам әртүрлі. Қай қаладансыз? Алматы. Сақтап қоямын, иә. Рахмет жазып жүргеніңізге. Ренішті, стрессті қалай жеңеміз? Менің постарымды оқыңыз, YouTube-дағы эфирлерімді көріңіз, кітабымды алыңыз карантин біткен соң. Жеке лекцияларым қазір акциямен, әрқайсысы 2800-ден акциямен, әйел магиясы, рухани лекция, мақсатқа жетудегі жолдар, тұрмысқа шығу үшін әрекет ету керек қалай, барлығы 2800-ден қойдым бағасын осы карантинге байланысты. Өзіңізді дамытыңыз. Реніш ол тәкаппарлықтың белгісі. Бағанағы эфирімді көріңіз.
қиялды тыңдамаңдар дейді. Қиял болған жақсы ғой негізі. Қиял болмаса несі жақсы? Қиял, адамның қиялы адамды өсіреді. Күйеуіңіз қай жерден? Күйеуім Одессадан. Рахмет, қымбат оқырмандарым, 26 секунд қалды, сақтап үлгерейін. Бәріңізге қайырлы түн, сау болыңыздар, ертең жолыққанша.